Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сәкен Сейфуллин өмірі және шығармашылығы, Ақсақ киік, Сыр сандық өлеңі және Көкшетау поэмасы. Сәкен Сейфуллин кім? Сәкен белгілі ақын, жазушы, драматург, зерттеуші, публицист, қоғам қайраткері және жалынды революционер. Шын есімі Садуақас. Ата-анасы еркелетіп Сәкен деп атаған екен. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы 15 қазанда Ақмола облысына қарасты Ақмола уезінің Нілді болысында, қазіргі Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданында туған. Өз естелігінде былай деп баяндайды: әкем Сейфолла домбырашы, әңгімеші адам еді. Ал анасы Жамал ертегі қисса дастандарды жатқа білетін шебер әңгімеші адам болған екен. Сәкен небәрі 9 жасында ата-анасы Нілді зауытына оқуға жібереді. Әрі ауыр жұмыс жасай жүріп орысша тіл үйренеді және оқып білім алады. Сәкеннің болашағынан ата-анасы зор үміт күтеді. Сәкен небәрі 43 жас өмір сүрген, бірақ қазақ әдебиетінде мол мұра қалдырып үлгерді. Әсіресе оның ең көлемді шығармасы, өзінің тарихын баяндайтын шығармасы «Тар жол тайғақ кешу» мемуарлық роман деп аталады. Сәкеннің ең алғашқы өлеңдер жинағы 20 жасында, яғни 1914 жылы Қазан қаласында «Өткен күндер» деген атпен жарық көрді. Сондай-ақ оның сол тұңғыш шығармасына жатады «Бақыт жолында» деген драмалық шығармасы. Бізге беріліп тұрған Көкшетау поэмасына тоқталатын болсақ, Көкшетау поэмасы қазақ тарихындағы қазақ пен қалмақ арасындағы жаугершілік заман туралы баяндалады. Не осындай бір жорықта Абылай ханның ордасында қалмақтың қызы тұтқынға түседі. Қалмақтың қызы ақылына көркі сай өте әдемі ақылды қыз болады. Оған бүкіл қазақтың батыры ғашық болады. Сол кезде қалмақтың қызы қазақ батырларына 3 түрлі жұмбақ жасырады. Осы 3 түрлі жұмбақты қазақ батырларының ішінен Адақ батыр бәрін жеңіп шығады. Бірінші жұмбағы сонау оқ жетпестің құзар шыңындағы қалмақ қызының орамалын садақпен атып түсіру. Екінші сыны 4 жігітті мінгестіріп 100 қадам жерге жүгіріп өту. Және үшінші жұмбағы қалмақ қызы өзінің басынан кешкен оқиғасын баяндайды. Қалмақ қызы бұнда өзін киттерге теңеп отырып, өзінің жаңағы қаншалықты қиын жағдайда тап болғандығын жұмбақпен жеткізеді. Осы жұмбақтың шешуін Адақ батыр шешеді. Жұмбақтың шешімінде қыз айтады, қайсысы мықты деп. Сол кезде Адақ батыр қазақ жігітінің мәрттігі мен мықтылығы осы деп қалмақтың қызына еркіндік беріп туған еліне қайтарған екен дейді. Сондай-ақ бізге беріп тұрған екінші шығармасы Сыр сандық өлеңі. Сыр сандық өлеңі былай деп басталады: шырт қайналар шіркін тауық жемің болса қолында, қайдақсы сенің тауып топырлайды жолыңда, досыңмын деп ант береді жеміс деген жанама, жем таусылса жалт береді сенерлік дос санама. Яғни өлеңі мазмұнында ұққанымыздай, өмірде кездесетін адал дос пен амал достың айырмасын суреттейді. Төменде слайдтарға назар аударсақ, міне Сәкеннің отбасы, Сәкеннің бізге жеткен мұралары және шығармалары, Сәкеннің достары, араласқан ұстаздары, Сәкеннің өмірінің соңғы жылдарында түскен сурет екен. 1938 жыл 25 ақпанда ату жазасына кесілді. Сәкеннің қоғам қайраткері ретінде жүргізген зерттеу еңбектері. Сәкен көзі тірісінде қазақ әдебиетіне қосқан үлесі үшін деп 20 жылдық
тойланып өтіп, оған еңбек қызыл ту орденімен марапатталған екен. Сәкеннің жары Гүлбахрам, Сәкен репрессияға ұшырап атылып кеткеннен кейін оның әкесі Сейфолла да, жары Гүлбахрам да көп қиындықты бастаған керек. Оның жалғыз ұлы Аян деген ұлы болады. Бірақ та сол қиын-қыстау кезеңде кішкентай бала шетінеп кетеді. Сәкеннің ұрпақтары сонымен қалған. Бүгінде Сәкеннің атында әртүрлі мектеп атаулары, көше атаулары, қала атаулары берілген. Және Сәкеннің өзінің туған өлкесінде Сәкеннің мұражайы бар. Сол мұражайдағы Сәкен тұтынған барлық заттар сол жарының көмегімен мұражайға өткен екен. Балалар, мына жерде тапсырмалар берілген, назар салсаңыздар. Бірінші сұрақтар берілген: Сәкеннің шын есімі кім? Сәкеннің достық туралы жазған өлеңі қандай? Сәкеннің әкесінің есімі кім? Сәкеннің ең алғашқы өлеңдер жинағы қалай аталады? Сәкенге берілген марапат? Сәкен қай жылы қайта дүниеге келген? Сәкеннің жарының есімі кім? Сәкеннің анасының есімі кім? Және үшінші тапсырма Сәкенге берер бағаңыз. Сәкенді кім деп танисыңыз? Сондай-ақ, мына жерде тағы да бір тапсырма қалып қойды. Екінші тапсырма Көкшетау поэмасы бойынша композициялық талдау, композициялық құрылысына талдау. Бірінші Көкшетау поэмасының мазмұнын оқып аласыңыз, композициялық құрылымына талдау жасайсыңыз. Және Сырсанды өлеңі бойынша эссе жазу. Мына тапсырма бойынша, осы сабақ бойынша нені оқып білдіңіз? Нені білесіңіз? Осы кезге шейін нені білдіңіз? Осы тапсырмаларды орындауыңыз керек.